Сәлеметсіздер ме? Мен Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, номер 33 жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Жоламан Кәусар. Менің жобамның бағыты үздік инновациялық рационализаторлық ұсыныс. Жобамның тақырыбы қауіпті жағдайды анықтайтын сенсорлық құрылғының инновациялық үлгісін әзірлеу. Жобамның зерттеу өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі заманда адам өмірін қамтамасыз ету ең маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Өрт, газдың таралуы және тағы да басқа қауіпті жағдайлар адам өміріне кері әсерін тигізеді. Сондықтан автоматтандырылған сенсорлық құрылғылар жасау арқылы өзіміздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ете аламыз. Және зерттеу мақсаты сенсорлық құрылғының оқушыларға қауіп төнген сәтте ол сенсорлық құрылғыны жасау арқылы мектептегі қауіпсіз ортаны қалыптастыру. Менің зерттеу міндеттерім бұл сенсорлық құрылғының сигналын қалай пайда болатынын анықтау, сенсорлық құрылғының жұмыс істеу принципін анықтау. Жобамның артықшылықтары қысымға ұшыраған балаға дер кезінде көмек көрсетеді, әжетханадағы жасырын буллингтің алдын алады, оқушыларға психологиялық сенім береді және оны қарапайым әрі қолжетімді қылып шығарады. Және бұл сенсорлық құрылғының қай жерлерде қолданамыз? Бұл сенсорлық құрылғының қолдану аясы мектеп әжетханаларында, дәліздер, яғни оқушылар аз жүретін жерлерде және спорт киім ауыстыру бөлмелерінде. Бұл сенсорлық құрылғыны жасадық. Бұл сенсорлық құрылғы жасау сенсорлық құрылғыдан күтілетін нәтиже бұл мектептегі жасырын буллингтің алдын алып, оқушыларға сенімділік береді, ал ата-аналар мен мұғалімдер балаларын өзінің қауіпсіз ортада қалыптастырғанына көз жеткізе алады. Қолданылуы бұл сенсорлық құрылғы өрт қауіпсіздігінде, медицинада және өнеркәсіпте, ақылды үйлерде қолданады, қоғамдық орындарда қолданады және оның ішінде университет, мектеп, балабақша және тағы да басқа қоғамдық орындарда бұл сенсорлық құрылғыны біз қолдана аламыз. Жұмыс істеу принципі. Бұл сенсорлық құрылғының жұмыс істеу принципі бұл дыбыс датчик арқылы іске қосады. Дыбыстың қаттылығы мен қозғалысы әрекетіне байланысты біз сигналды автоматты түрде мектеп әкімшілігіне немесе кезекші мұғалімдерге сигнал ретінде бара алады. Және бұл үш түрлі түрге бөлінеді. Біріншісі қабылдау, ол әсерлерін сезеді. Екіншісі түрленеді, электр сигналына пайда болады. Үшіншісі өңдеу, ол жүйені талдайды. Және бұл сенсорлық құрылғы бізде бұл сенсорлық құрылғыны пайдалану үшін бірінші біз Google-ға кіреміз. Яғни Google-ға кіргеннен кейін бұл өзінің промокоды болады, соны жазамыз бірінші. Міне, дәретхана бос. Яғни бұл жердегі мен қазір қолымды істесем, қазір көрсем. Қолымды бет істесем, адам бар болып шығады. Ал егерде қатты дыбыстар мен соққылар шығатын болса, бізде SOS көмек шығады. Енді біз қорытындыға келетін болсақ, бұл сенсорлық құрылғы қауіпті жағдайды анықтайтын қазіргі заманауи қауіпсіздік жүйелерінің негізгі элементі болып табылады. Ұсынылған инновациялық модель қауіпті жағдайды ерте анықтап, адам өмірін ескертуге мүмкіндік береді. Бұл адам өмірін қорғауға, материал шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Ұсыныс мен болашақта жасанды интеллект элементін енгізу арқылы қауіпті жағдайды ерте анықтап, оны дамыту ұсынылады. Және энергияны үнемдеу арқылы біз құрылғыны автоматты режимде қылып, жұмыс істейтін қылып жетілдіру қажет. Және назарларыңызға рахмет.